Өттегі тас. Өттегі тас ота жасатып керек па, әлде ерту керек па? Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Өттегі тас туралы айтқым келіп отыр. Өттегі тасты ертуге болады. Кейбіреулер біз миымызға құйып аламыз. Ермейді екен деген сөзді құйып аламыз. Біздің миымыз программа, не айтсақ сол болады. Аузыңа жаман сөз салсаң, жаман нәрсені жинап аламыз. Жақсы сөз салсақ, жақсы нәрсені жинап аламыз. Сондықтан өттегі тасты егер көбейіп кеткен, асқынып кеткен, я болмаса протокта тұрған тас болатын болса, ол әрине сіздер ота жасатуға тура келеді. Ал бір екі тас, кішкентай үш тас үшін, болмаса майда тас үшін өтті алып тастаған деген обал тегі. Жүрегім ауырады соған мен. Егер қатты приступ болып жатпаса, ол алдырудың қажеті жоқ. Өттегі тасқа немен ертем, кәнекей жазбайсыз ба дейді. Мен жазбаймын. Өйткені әркім индивидуальный түрде өттінде тас қаншалықты размер, қандай тас, борпық тас па, қатты тас па, ол тіптен УЗИден де көрініп тұрады, жылтырап. Қатты тас болатын болса, кристаллин тас болса, жылтырап тұрып көрініп тұрады. Сондықтан өттегі тас болатын болса, міндетті түрде маған хабарласыңыздар. Өттегі тасқа маған келіп емделудің қажеті жоқ тіптен. Әрине, келіп емделсе, мына ішектің барлығын босатса, өтке де кішкене жеңіл болады, ерту. Ал бірақ алыста болып келе алмайтын болсаңыздар, қамықпаңыздар. Оған онлайн консультацияменен, небәрі 10 мың теңге онлайн консультация. 10 мың теңге. Бір объектіңіз сіздің. Сол онлайн консультациямен өтке мен 3 айдан 5 айға дейін ем беретін боламын. Үйде жатып, егер өзіңіз ерінбей, соны істейтін болсаңыз, ол өттің тасын жойып шығарасыз. Ол бір жағы маған байланысты емес. Мен бердім сізге, бірақ арғарда оны жасау өз қолыңызда. Сондықтан өт қажет болатын болса, ешқашан оны алдырмай, алдын ала көріңіздер. Бірақ мен сіздерге айтам, онлайн консультация берген кезде өттегі тасты ерету туралы. Протокта тұрған тас болса, ертуге болмайды. Кәдімгідей мына өттің жолының бойында тұрса, және өттің аузына тақалып тұрған тастарды ертуге болмайды. Онда бірден отаға барыңыздар дегім келеді. Сондықтан маған алдымен WhatsApp-қа жазып, өттегі тасыңыз қандай түрдегі, қандай стадияда тұр, былайынша айтқанда. Соның барлығын неге WhatsApp-қа жазатын болсаңыздар, мен сіздерге айтатын боламын. Және емін беретін боламын. Отаға бар десе, отаға бар деп, отаға бармаса, мына емені сіздер ертіңіз деп айтқым келеді. Оны барлығын ертіп тастауға болады, оны негізі. Ал енді жаңағыдай қиындық туған жағдайда, онда отаға баруға тура келеді. Ал бұл сіздерге айтам тағыда, индивидуальны беретін ем. Индивидуальны береді. Әркімнің өзінің тастың қаншалықты жағдайда деңгейде екені туралы индивидуальны ем беруге болады. Осы өттінде тасы бар кісілер көбінесе алдырып тастағанда ішім ашып жатады. Егер сіздер алдырмай тұрып, жөн жобасын сұрайтын болсаңыздар, маған хабарласыңыздар. WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге айтатын боламын. Ал интернет желісінде де бөлісіп бір-бірлеріңізге, оның барлығы өттегі тасты шығару дейтін қазір технология көп қой, дамыған заман ғой. Сондықтан ертуге болатын жағдай болса, неге оны алып тастайсыз? Неге оны сақтап қалмасқа дегім келеді. Аман сау болайық, өттегі тас барлар, хабарласыңыздар.